Саламатсыздар. Так, енді біз қазір әңгіме жүргіздік ожирение туралы, яғни лишний вес туралы. Енді әңгіме жүргіземіз азғындық, вес қосу. Адамдар азамайды ғой, адамдар семірамай жүрген адамдар көп. Семірамайды, никак семірамайды. Тамақты жейді, бізге келеді ғой. Доктор, мен семірамаймен, қанша тамақ жеймін, семірмеймін дейді. Тамақтың қақет оққан білмеймін дейді. Нормально көшуі дейді. Анау семіз адам айтады, мен дейді тамақ жемеймін дейді, қаяқтан семіріп оққан білмеймін дейді. Вот мәселе қайда. Енді қазір біз ожирениені айтып өттік. Енді адам қалай дұрыс семіру керек? Қалай дұрыс семіру керек? Сол туралы. Енді оның үшін неге адам азғын болады? Сол туралы айтамыз. Неге адам семірмейді? Почему семірмейді? Сол туралы бірінші әңгіме жүргіземіз. Енді бұның ең бір себептерінің біреуі, адамға бүйтіп бірінші қараған кезде адам азғын болса, надо сразу подумать. Ішінде бір серьезный аурулар болуы мүмкін. Ең бірінші онкологияны исключить надо будет. Онкология болды ма, адам ет жемей қалады. Етті көрсе ташниды. Вот прямо етке қарайды, бұл тамақ өтпей қалады да бияға. Это бірінші признак адамның азуы. Егер адам тез азып кетсе, бір айдың ішінде 10 килограмм азды ма, сразу надо искать онкологию. Бүтін бәрін тез қыдыру керек. Уақыт өткізіп алмау керек та, болмаса потом хуже будет. Оны семіртуді ойламау керек. Кім алдыңызға азып семірамай келген болса, искать причину, почему он похудел. Неге ол азып кетті? Содан кейін барып оның емін жасау керек. Ең бірінші надо исключить онкологию, онкологиядан кейін ішкі аппараттардың бәрін қыдыра бересіз. Печень, почки, там все, особенно щитовидная железа. Щитовидканың гипертиреоз деген ауру бар, сол кезде адамдар көп азады. Қатты істеп кеткен кезде прямо похудеет. Адамдар азып кетіп қалады. Осы аурулардың бәрін қыдыру керек. Оның кейінгі және бір себебі адамның ішінде құрт болады. Құрт. Әсіресе жас балдардың ішінде құрт. Жас балдар семірмейді никак. Бетін дақ басып кетіп қалады, қолдарын дақ басады, тырнақ сынады. Так, түрлерінде әртүрлі аллергиялар тасып кетеді. Ішінде құрты бар болады. Құрт. Ол құртты тексеру керек болады. Соның үшін сіз осылардың бәрінің түбіне жетіп болғаннан кейін оның уже лечениесіне кірісесіз. Онкология болса, оның онкологиясын қарау керек болады. Щитовидка болса, щитовидканы қарау керек болады. Құртты бар кезде құртын түсіру керек болады. Құртын түсірсеңіз, сразу баланың реңі өзгереді, денедегі ақтар кетеді. Так, сразу денсаулық жақсы болады. Міне бұл жаңадағы адамның азғындықтың себептерінің ең главныйлары бұл. Енді және бір себептер бар, стресс. Адамның басында тәшвиш болса, семірмейді ол. Ойлай берсе, бұл бір көп қой тәшвиш болған адам семіру қиын да. Қашан оның көңіл күйін жайына қоясыз, содан кейін ол тола бастайды уже. Так, одан кейін біреулердің көбінде мына ашқазан ішегінде ауру болады. Олардың ашқазан ішегін емдеу керек болады. Так, енді семіру үшін түрлі тамақтар бар. Қалай тамақтар бар? Енді углеводтар тез семіртіреді. Бірақ осторожно болу керек, сахарный диабет оқымау керек. Углеводтар, сұйық тамақтар, қайнатпа тамақтар. Так, енді еттер, қойдың етті тез семіртіреді. Так, семіру үшін де қалай тамақ жеуді білу керек болады. Енді семіру үшін наоборот тамақты кешқұрын жеу керек, тойып. Тамаққа тойып алғаннан кейін ұйықтау керек одан кейін. Ол тез семіре бастайды уже. Потому что противоположный істеу керек та. Адам қалай семіргендіге қылған нәрсені ожирениені түсіндірдік қой, ожирениенің себебін. Соның обратныйсын істеу керек болады да. Соның үшін кешқұрын тойып алып жаттыңыз, уже семіре бастайсыз да. Одан кейін адам ойды ойламау керек. Бейғам болу керек. Бейғам деген не? Море покорение болу керек та. Жаңбыр жауып біреулер ертең жаңбыр жауады десе, бүгін ұйықтай алмай шығады ғой болды. Ол адам в жизни семірмейді ол. Ертең тас жауса, тас жаусын, Құдайдың көргені несі бергені болады десе, ол адам нормада отырады. Соның үшін енді Ибн Синаның ең медицинасының басы айтқанымыз біз Аллаға сенеді дегені, егер Алла мына жүрегіңізде отырса, мына жерде Аллаға сенсеңіз, анау эмоцияларға адам онша берілмейді деген да, потому что Алланың тағдырымен болып жатқан нәрсе деп ойлайды екен. Бір қағидадан айтып берген ме осы жерде, баяғыда біреудің бір аты бар екен, жабайы ат қарайды екен үйінде, ат жоғалып қапты ғой енді. Ат жоғалса, жұрттың бәрі келіп, пропал твой лошадь, болды, қирадың депті. Алланың бұйрығын көреміз депті. 10 күннен кейін жаңағы бір жоғалған ат 10 атты ертіп келіпті үйіне. Адамдар айтты, какой у тебя удачливый, бір атың 10 болды.
Алланың бұйырғанын көреміз депті ғой. Сөйтіп соғыс басталып кетті. Соғыс басталып, бүтін жаңағы соғыс басталғанша жаңағыдағы 10 аттың біреуі жаңағыдағы адамның баласының аяғын дөп сындырып қойды ғой. Сөйтсе, аттарың балаңның аяғын сындырып қойды. Алланың бұйырғанын көреміз дейді ғой. Сөйтіп соғыс басталады, бүтін ауылдағы балдарды соғысқа кетеді. Бір жаңағыдағы фермердің баласы қалады, бірақ аяғы шолақ болады. Так, міне бұл дегені адамның жүрегінің міне yerінде Алла отыру керек екен, Алла. Бұны отырғызу қиын. Егер міне жерге жақсылап оны отырғызып алсаңыз, Алладан сұрайды екенсіз, Аллаға шүкір қылар екенсіз, Аллаға тоба қылар екенсіз, Алла не берсе қабылдайды екенсіз. Сонда мынау адамның көңілі жайында тұрар екен да, мына ауруға көп шағылмайды екен адам. Так, бұл ең бір жаңағы мынау семірудің формуласының біреуі мен айтпақшы болғаным бұл. Так, соның үшін кім енді біздің жаңағыдағы тоже малхам ішті тазалау тоже семіртеді. Бірінші азады адам, потом семіреді. Іштің бәрін тазалап тастаймыз, тазалағаннан кейін адам қайтадан месяц жинап алады. Соның үшін кім семірмекші болса, пожалуйста, бізге келсе болады. Біз емдеп береміз. Енді емдегенде оның ұзасын 150 кг шығарып береміз ғой. Нормаға шығарып береміз да. Нормаға. Адам семіргенде де культурный семіру керек екен да. Лишний вестің керегі жоқ. То, что нормально должен быть и все. Бірақ нормадан тыс болған уже зиян. Біреулер специально азып жүреді ғой. Менің бір танысым бар. Ашқазанның жармысын кестіріп тастап, на 30 кг похудел, соны жүр азыр. Бит қараймын да, бит басым, бит қойым, оны демеймін. Өзім танысым опасно. Соның үшін все должен быть нормада болу керек. Нормадан асып кетпеу керек. Веси. Мижаз дегені ыстық суық нормада тұру керек. Ауырмаңыздар, барлықтарыңызға денсаулық тілейміз.